Сәлем достар, бүгінгі видеомызды кішкене бір тәжірибеден бастайық. Елестетіңізші, алдыңызда екі түрлі карточка тұр. Біреуінде сен қазірдің өзінде кереметсің деген, ал екіншісінде күн сайын жақсы болуға ұмтыл деп жазылған. Солардың бірін таңдаңыз. Дайынсыз ба? Жақсы. Ал енді өмірге деген осы екі көзқарастың сіздің болашағыңызды қалай өзгерте алатынын талқылайық. Дәл осыны атақты психолог Джордан Питерсон де сөз етеді. Ол әрдайым жетілу жолын іздеу мен жақсы болуға ұмтылу жеке даму жолының екі негізгі құрамдас бөлігі деп пайымдайды. Мысалы, елестет көріңізші, әр күніңізді мен қазірдің өзінде кереметпін деген оймен бастайсыз. Бұл сіздің мотивацияңызды жоғалтуға әкелуі мүмкін. Өйткені сізде қазірдің өзінде бәрі жеткілікті сияқты сезім бар. Ал енді мен бүгін кешегіден де жақсы болғым келеді деген оймен тұратыныңызды елестетіңізші. Бұл тәсіл үнемі өзіңізді жетілдіріп отыруға итермелейді. Өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызды күн сайын табу арқылы айтатын болсақ, табыстың кілті дамуға деген үнемі ұмтылыс екенін ұмытпағаныңыз жөн. Арнамызға жазылып, видео астына лайк баса кетіңіз. Жаңа қызықты талқылауларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қойыңыз. Даму жолында бізбен бірге болыңыз. Қай карточканы таңдағаныңызға қарамастан, бүгінгі талқылайтын белгілі психолог және философ Джордан Питерсонның даналығына мұқият назар аударуды сұраймыз. Оның дана ойлары мен өсиеттері көптеген адамдарға дамудың, жетістікке жетудің жолын табуға көмектесті. Өзіңізді бүгін басқа біреуден емес, кеше кім болғаныңызбен салыстырыңыз. Жақсартулар иерархиясы керек. Бір нәрсеге ұмтылу керек. Әрине сіз осы жолда жүрген, бір нәрсеге қол жеткізіп үлгерген адамдардан төмен болуыңыз мүмкін. Басты мәселе жол соңында кімді жеңуіңіз керектігінде болып тұр. Жауабы, әлбетте өзіңізді жеңуіңіз керек. Мұны күнделікті, үнемі жасаңыз. Өзіңізді бақылай білуіңіз керек, себебі өз артықшылықтарыңыз бен кемшіліктеріңізді өзіңізден артық ешкім де бағамдай алмайды. Егер біреумен бәсекелескіңіз келсе, онда өзіңізбен бәсекелесіңіз. Егер бір нәрсені үйренгіңіз келсе, өзіңіздегі кішкентай менмен бәсекелесе үйреніңіз. Оның не екені қызық па? Кішкентай мен бұл теріс моральдық мінезді сүйемелдейтін, айналадағы барлық нәрселерге ренішті, ызалы, агрессивті бейне. Өмірде алға жылжыған сайын ілгерілеу қабілетіңізге кедергі келтіретін нәрсе. Сондықтан мен жеке жауапкершілік идеясын ерекше атап өттім. Жеке жауапкершілікпен өзіңізбен бәсекелесесіз, кешегіден сәл жақсы боласыз. Басқаруға болатын ең жақсы нәрсе бой ұсынушылық. Мысалға, мен зиянды адаммын, проблемаларым көп. X адам сияқты жақсы бола аламын ба? Бұл дұрыс емес сұрақ. Дұрыс сұрақ, ертең қазіргі зиянды мен сәл болса да жақсы бола аламын ба? Егер деңгейіңіздің төмен екенін мойындай алсаңыз, ертең бүгінге қарағанда жақсырақ бола аласыз. Бұндай нәрсе бар жерде қалай өмір сүруге болады деп сұрауыңыз орында. Бірақ бұл қандай да бір ережелер жиынтығы емес, қазіргі кездегі зиянды жағыңызды ауыстыруға деген талпынысыңыз. Ең қызығы да өмірдің мағынасын осы талпыныстан табуға болады. Мен бұл туралы осыған ұқсас талқылауларда айтқан болатынмын. Мәселенің түбірі өмірдің қайғылы және қиын болуында. Баршаға өте қайғылы әрі қиын, сондай-ақ ашу-ызаға толы. Өмір қаншалықты қайғылы әрі күрделі болғанына қарамастан, әрқашан өзіңіз немесе басқа біреу жасап қояр ақымақтық өмірді әрдайым қиындатып отырады. Бұл өмір. Оған антидот керек, себебі ол сізді ызаландыруы мүмкін. Тұрақты түрде қайғылы оқиғалар ғана емес, олардың сатқындық пен қатыгездікке ұштасып отыруы жағдайды одан бетер ушықтыратыны анық. Сондықтан реніш пен ызаға берілмеуге қарсы бір нәрсе істеу керек. Не істеу керек? Өз ойыңызша лайықты деген нәрсе жасаңыз. Мысалы, ең нашар күннің өзінде төсектен тұруға қандай да бір сылтау іздеу. Себебі сізге жақсылық жасау керек. Қазіргі аянышты өзіңізден асып түсіңіз. Бар гәп осында жатыр. Бұл жауапкершілікпен байланысты мәселе. Мен анық айтуға тырысқан нәрселердің бірі өмірдің қиындығы. Өмір сізді қатайтып жіберетін қатыгездік пен сатқындыққа тола. Қатайып кетпес үшін де қатыгездіктің орнын алмастыратын өміріңізге мән мағына керек. Оны қайдан табуға болады? Құқықтарыңыздан, көңіл күйіңізден емес, оны жауапкершіліктен, жеке жауапкершілігіңізден табасыз. Сондықтан өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Егер өзіңізді жақсы көре алсаңыз, отбасыңызға да қамқорлық жасауға уақытыңыз табылады. Егер екеуі де қолыңыздан жақсы келсе, онда өз қоғамыңызға қамқорлық жасай аласыз. Бұл ауыртпалық және оны өзіңізге аласыз.
Ал бұл ауыртпалықта өз мойныңызға алудың ең жақсы жолы үнемі жетіліп отыру. Бұл арқылы да өмірдің мәнін табасыз. Демек, өмірдің мәні үнемі өз-өзіңізден озып отыруда екен. Ескі мен өліп, жаңа мен тіріледі. Қазір бәрі жақсы жүріп жатса да, болашақта бәрі оңай болмайтын уақыт келеді. Сіз не болмаса отбасы мүшелеріңіздің бірі ауырып қалуы мүмкін. Армандарыңыз әр тарапқа бөлініп, тіпті өз жұмысыңыздың келешегіне күдік келтіре бастайсыз. Апокалипсис жақындап келе жатқандай сәтті елестетіп көріңізші. Бұл өмірде де әрқашан солай, соған дайын болу керек. Бірден бір сұрақ, қалай дайындалу керек? Ал оған жауап барлық жағдайда жұмыс істейтін жолды табу. Сіздің шалшықтан баяу көтерілуге мүмкіндігіңіз бар. Боксшы жеңілген кезде істейтін әрекетті қайталасаңыз болады. Яғни жеңіліске әкеліп соғуы мүмкін жағдайларға қарамастан, төреші тарапынан қателік болса да, қазір ол туралы ойлайтын уақыт емес екенін түсініп, қате жасадым деп, оны болашақта қалай жақсарту керектігін ойлаған жөн. Әрі бұл ең дұрыс шешім. Ең бастысы, сіздің стратегиялық ұстанымыңыз мен қаншалықты тиімсізбін және оны қалай түзете аламын болу керек. Оның мәні, сіз шынымен де тиімсізсіз және өзіңізді түзете аласыз. Егер деңгейіңізді сәл төмендеу есептесеңіз, екеуі де сізге қолжетімді, түзете, түсіне алатын дүние. Бір нәрсеге ұмтылмау керек деп айтпаймын. Жоғары қарай ұмтылу керек, бірақ қол жеткізе алатын мақсат қою керектігін айтқым келеді. Әрине, онда алғашқы кезде айтарлықтай жетістікке жетпеуіңіз мүмкін. Егер сіздің жағдайыңыз жақсы болмаса, ертең қол жеткізетін мақсатыңыз керемет болмау мүмкін, бірақ еш нәрсе жоқ болғаннан әлде қайда жақсы. Әрі ол іштегі күйіктен құтылуға көмектеседі, басқа біреуді кінәлағаннан да жақсы болмақ. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Ең кереметі, бұл өте ұзақ саяхаттағы алғашқы қадамдардың бірі болып, міндетті түрде сіздің бойыңыздан көрініс табады. Бүгінгі шағын қадам келесі күні одан сәл үлкенірек қадам. Ары қарай әр күн сайын қадамдарыңызды көбейте алатыныңызды білдіреді. Мұны 2 жыл бойы күн сайын жасап жүрсеңіз, міндетті түрде жетістікке қол жеткізесіз. Маған талай адам келіп, бұл техниканың қалай жұмыс жасайтынына таңғалатын. Олар күнделікті тұра салып, төсектерін реттеуден бастаған. Бұл әрекеттің өзінде зор мағына бар еді. Біз кішкентай нәрседен бастадық. Ең алғашқы қадам төсек жинау болды. Бұнда созып айтар нәрсе жоқ, бірақ жоғары қарай ұмтылу жолын ауыз толтырып айтуға тұрарлық. Бұл маңызды. Сіз бөлмеңіздегі тәртіпсіздіктен жоғары болмайтын деңгейге дейін батып кетесіз. Сіз бұдан жоғары емес екеніңізді білесіз. Кейінірек түзетуге болатындай етіп төмен сөзсіз. Сіз дәл қазір сіздің алдыңыздағы бар нәрсеге шүкіршілік етесіз. Оған қамқорлық танытасыз. Содан соң кенеттен жағдайыңыз жақсара бастайды. Көрермендердің менің дәрістеріме айтқаныма және не туралы жазғаныма назар аударуының бір себебі, мен адамдарға олардың жақсы екенін айтпаймын. Мен олар әлдеқайда жақсы болуы мүмкін деп айтамын, және олар одан жеңілдік сезінеді. Өйткені қараңғы, қорқынышты жерде отырған сізге біреу келіп сізде бәрі жақсы десе, сенбеңіз, түкті жақсы емес. Сіз қорқынышты кезеңдерді бастан кешіріп отырып бәрі жақсы болуы мүмкін бе? Әрі қарай не? Осымен бітті ме? Ал жас жігітке не айтуға болады? Сен 17 жастасың, қазіргі жағдайыңмен ақ жақсысың деу керек пе? Жоқ, сенде жақсырақ болу үшін әлі 60 жылың бар. Сен әлде қайда жақсы, теңдессіз жақсы, өлшеусіз жақсы деңгейге көтеріле аласың деу керек. Әрі осы жақсылыққа ұмтыла отырып өміріңіздің мәнін табасыз. Бұл азап шегуге қарсы көмек береді. Алайда бұның да бір қулығы бар. Тәртіп жолын таңдау керек. Сіз қандай тәртіп жолын таңдайсыз, бұл басқа сұрақ. Ереже болу керек, бірақ мынадай болмау керек. Мен осы ережелерді ұстана аламын. Оның орнына мен осы ережелерді ұстануға тиіспін деген ереже болу керек. Бұл мета ереже. Өзіңізді тәртіпке келтіру керексіз. Бұдан қалай деген сұрақ туындайды. Бірақ бұл шын мәнінде өзекті емес. Ең бастысы тәртіп жолын таңдау. Мен өзімнің клиенттеріме, әсіресе жас адамдарға не істеу керектігін білмеймін деп сұрағанда шынымды айтамын. Бұл дұрыс сұрақ. Бастысы бірдеңе жаса, ойыңдағының бәрін жаса. Өмірде ойлаған ең керемет жоспарыңды жүзеге асыр. Ол керемет болмауы да мүмкін, бірақ көшіре келе түзелетіні сияқты, ол да бара-бара өзгереді, жақсарады. Сіз тәртіпті бола бастаған кезде ақылды бола бастайсыз. Сол кезде өз жоспарыңызды дұрыс реттеп алсаңыз болады. Мұның бәрі түсініксіздеу басталады. Жоспар басында жақсы болмайды, бірақ сіз оны жүзеге асырасыз.
Және сіз бірте-бірте өзіңіздің қате жоспарыңызды жүзеге асыру арқылы даналыққа ие боласыз. Бұл жоспарды жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл да біртіндеп өзін-өзі жетілдіру үдерісінің бір бөлігі болып табылады. Елестетіп көріңізші. Сізде үй сатып алу үшін $100,000 ғана бар. Жақсы, үй іздеп жүрсіз. Біреуіне қарап, ойланып, Құдай-ау, бұған көп жөндеу керек деп ойлайсыз. Бірақ бұл сіздің қалтаңыз көтере алатын үй. Үйді сол қалпында қабылдау керек пе? Немесе шірегенін тауып, қай жерде слесарлық жұмыс қажет екенін іздеу керек пе? Бәрін тауып түзетіңіз. Иә, бұл қиын. Бұның бәрін дұрыс жасау үшін сізге біреу бұл сіз емес, жай ғана сіздің проблемаңыз екенін көрсету керек еді. Сіз тек осы сын тегеуріндермен бетпе-бет келіп отырған адамсыз. Және оларды шешуге сіздің қауқарыңыз жетеді. Бұл айтпақша, қысқаша айтқанда, батырлар жайлы мифке ұқсайды. Батыр сұмдық ретсіз потенциалды кездестіріп, одан өзін тамсандыратын бір нәрсеге айналдыратын адам. Бұл адамның іргелі тарихы. Бірақ мәселе мынада. Бір нәрсені түзету үшін сіз өзіңіз қаламайтын нәрсеге тап болуыңыз керек. Өртеп жіберуді, лақтырып тастауды қажет ететін нәрселер бар. Бұл көп жағдайға байланысты. Әсіресе басында сәтсіздікке ұшыраған сәттерде. Адамдардың 95% осындай. Бұл жағымсыз жағдай, бірақ өз проблемаларыңызды шеше алатын адам сіз ғана. Егер проблемалармен бетпе-бет келгенде оларды шеше алатыныңызды білсеңіз, сізде өзіңіздің кім екеніңізді бағалауға мүмкіндік беретін сенім болады. Осылайша, құрметті достар, Джордан Питерсонның сөздері сіздер үшін шабыт пен даналықтың қайнар көзі болды деп үміттенеміз. Өзін өзі жетілдіру әркімнің өзіне сай таңдайтын ұзақ әрі қызықты жол екенін ұмытпаңыздар. Егер бізбен бірге оқуды және өсіп-өнуді жалғастырғыңыз келсе, келесі қызықты пікірталастар мен көрнекті тұлғалардың дана ойларын жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Бүгін бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Арнамызда тағы да қауышқанша сау болыңыз. Біліміміз бен шеберлігімізді бірге дамытайық.